Сәлем қыздар, кешкі асты ерекше етіп жасағыңыз келсе, осы тағамды жасап көріңіз. Ең алдымен пиязды, сәбізді жақсылап қуырып аламыз және үстінен ұсақтап туралған картопты салып, дәміне қарай дәмдеуіштерді қосып, томатты саламыз. Жақсылап араластырып, үстінен қайнап тұрған суды құйып, жай отта қалдырамыз. Фаршқа дәміне қарай тұз бен перецтер қосып, жақсылап араластырып, осылай шаректер жасайтын боламыз. Бірінші вермишельді қуырып аламыз, үстінен жуылып тазаланған күрішті салып, суын құйып, жай отта піскенше қалдырамыз. Фаршты салып, үстінен укроп, кукуруз қосуға болады, бірақ міндетті емес. Қақпағын жауып, дайын болғанша қалдырамыз. Міне біздің вермишеліміз пісіп дайын болды. Осындай шұңғылдау ыдысқа осылай кесені істеп, қатты-қатты басып, тарелкаға аударып алсақ болады. Ортасына салмасын салып, дастарханға тарта береміз. Өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз, ас болсын.